Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жалпы балалар тағамының ішінде құрғақ сүт тағамдарының жалпы қышқылдылығын анықтау. Біз бүгінгі сабағымызда титрлеу әдісі арқылы осы құрғақ тағамдардың жалпы қышқылдылығын анықтаймыз. Бұл өте қарапайым әдіспен жүреді. Жұмыстың барысы бойынша сіздер таныстыңыздар. Сол бойынша біз қазір жалпы қышқылдылық мәнін анықтаймыз. Қышқылдылықты анықтау бізде негізбен жүреді, және қышқылмен жүреді. Біз бүгінгі сабағымызда негізбенен титрлеу арқылы осы қышқылдылықты анықтау барысын жүргіземіз. Қазір бізге Айгерім жұмыстың барысымен танысты. Сол бойынша Айгерім өзінің жұмысын жүргізеді. Кел, Айгерім. Бірінші, дистилленген суды, 100 мг дистилленген суды өлшеп аламыз. Оған 5 грамм сынама өнімін өлшеп салып аламыз. Фенолфталин ерітіндісінен қанша тамшы? 5 тамшы фенолфталин тамшысын тамызамыз. Мұқият араластырып, фенолфталин 5 тамшысын тамызып, титрлеудің астында ақырындап қанша секундта титрлейміз? 30 секунд бойы титрлейміз. Қызғылт түс пайда болғанша титрлейміз. Енді міне қызғылт түс пайда болды. Кеткен қышқылды сілтіні біз формулаға салып есептейміз. Негіз бойынша. Формулаға салып есептеп, және оның қателігі бар ма, жоқ па, соны анықтауды қазір сіздер шешіп бересіздер. Бүгінгі біздің зертханалық сабағымыздың тақырыбы микроорганизмдерді түптік культивирлеу әдісі. Бұл жерде жаңағы сұйық қоректік ортада біз таза культураларды егу арқылы олардың жаңағы аэрациясын жақсарту мақсатында зертханалық качалкада өсіріп жатырмыз. Бұл араластырғышта бұл колбалар 1 тәулік 12 сағат бойы айналып тұрады. Бұл жерде тұрған құрылғының аты pH метр деп аталынады. pH метр негізінен бұл тағам өндірісінде көптеген бізге керекті тағам өндірісіне қолданатын заттардың барлығын қышқылдылық деңгейін анықтап береді. Яғни сілтілік па, қышқылдық па, ол бізге оны білу өте маңызды, себебі қышқылдылығы адам организмі үшін ол 6,5 мен 7-нің аралығында болуы қажет. Сол үшін тағам өндірісіндегі кез келген өнімдердің біз міндетті түрде pH метрін анықтаймыз. Ол үшін бізге мынандай pH метр құрылғысы керек. Бұны тоқ көзіне қосып, бірінші дистилленген суда бұл істеп тұрма анықтап біліп аламыз. Яғни бұл 7-ден жоғары санды көрсетіп тұратын болса, бұл істеп тұр деген сөз. Яғни судың pH-ы 7-ден жоғары болу керек, қышқылдық көрсеткіші нейтралды болу керек, яғни оптималды. Ал енді біз бұл жерде сүттің қышқылдық деңгейін анықтап көрсетеміз сіздерге қазір. Ол үшін аламыз. Енді фильтр қағаз. Оны жаңа суда анықтап алған екен, ол міндетті түрде біз фильтр қағазымен бұны құрғатып алуымыз керек, яғни мәні дұрыс шығуы үшін. Саламыз. Қосып. Көреміз. Енді кнопкаларын басып көреміз. Қазір әлі шығуда. Мына несі бұл термодатчик деп аталынады. Яғни бұл өнімнің температурасын бізге анықтап береді. Ал қасындағы бұл датчик жаңағы қышқылдылығын анықтайды. Яғни бұл жерде бізде сүттеп көруге болады 6-да 6. Яғни ішуге жарамды деген сөз. Несі бұл қазір неден тоңазытқыштан алынды, градусы 12-ні көрсетіп тұр. Осылай анықтаймыз. Жарамды, жарамсыз.